Интервалды ашығудың қандай пайдасы бар? Ағзаға қалай әсер етеді? Кімдерге мүлдем ашығуға болмайды? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Мамандардың зерттеуі бойынша 16-8 режиміндегі интервалды ашығу денсаулық сапасын айтарлықтай жақсартып, шаршауды азайтатын көрінеді. Интервалды ашығу деп отырғанымыз тамақтану мен диета кезеңдерін кезектестіру тәжірибесі. Бұл диетаны ұстаудың әртүрлі тәсілдері бар. Мысалы, 16-8 әдісі бойынша 8 сағат тамақ ішіп, қалған 16 сағат ішінде нәр татпау керек. 5-2 әдісі аптасына 5 күн қалыпты тамақтанып, қалған 2 күнде калорияны шамамен 500-600-ге дейін шектеуді қажет етеді. Бұл зерттеу барысында қатысушылар 3 ай бойы аптасына 5 күн 16 сағат диета ұстаған. Нәтижесінде олардың денсаулығы жақсара түскен. Жалпы соңғы уақытта интервалды ашығу диетасын ұстау батыс медицинасында кеңінен танымал диеталардың біріне айналып кеткен. Бұл көрініске салмақ тастауды жеделдету мәселесіне қатысты бірқатар зерттеулер ықпал еткен. Зерттеудің орташа қатысушысы физикалық және психикалық денсаулығын қоса алғанда барлық көрсеткіш бойынша әл-ауқаты шамамен 20%-ға жақсарған екен. Бұл нәтиже негізінен 4 аптаға созылған, бірақ бірқатар азаматтарда өзгеріс 2 аптадан кейін нәтижесін көрген. Дегенмен ғалымдар қант диабеті сияқты белгілі бір аурулары бар адамдарға бұл диетаны ұстамауға кеңес береді. Интервалды ашығуда не жейтініңнен гөрі қашан жейтінің маңызды. Соңғы жылдары дұрыс тамақтану саласында кеңінен танымал болған әдістердің бірі интервалды ашығу, яғни уақытқа шектелген тамақтану жүйесі. Бұл диета түрі қатаң тағам шектеуіне емес, тамақтану уақытына бақылау орнатуға негізделген. Сол себепті ол қазіргі таңда арықтау, денсаулықты жақсарту және өмір салтын реттеу мақсатында кеңінен қолданылады. Интервалды оразаның басты ерекшелігі адам тәуліктің белгілі бір уақытында ғана тамақтанып, қалған уақытта ағзаға демалыс береді. Бұл тәсіл ағзаның ішкі ресурстарын іске қосып, зат алмасу процесін тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Ораза кезінде ағза ас қорытуға емес, өзін-өзі қалпына келтіруге, май қорын пайдалануға көшеді. Осы кезеңде инсулин деңгейі төмендеп, майдың ыдырау процесі белсендіріледі. Ең кең таралған интервалды ашығу түрлері 16-8, яғни 16 сағат ораза, 8 сағат тамақтану. 14-10 жүйесі жаңадан бастаушыларға жеңіл нұсқа, 18-6 жүйесі тәжірибесі бар адамдарға, ал 5-2 әдісі аптаның 5 күні қалыпты, 2 күні жеңіл тамақтану. Осы жүйелердің ішіндегі ең қауіпсіз әрі танымалы 16-8 әдісі. Интервалды ашығудың пайдасы дұрыс сақталған интервалды ораза ағзаға көптеген оң әсер береді. Артық салмақтың біртіндеп азаюы, май алмасудың жақсаруы, қандағы қант деңгейінің тұрақтануы, ас қорыту жүйесінің демалуы, энергия мен зейіннің артуы, гормон тепе-теңдігінің реттелуі. Сонымен қатар бұл әдіс психологиялық тұрғыдан да жеңіл, себебі адам калория санаумен емес, уақыт тәртібімен айналысады. Ашығу кезінде нені ішуге болады? Ашығу уақытында калориясы жоқ немесе өте аз сусындар рұқсат етіледі. Таза су, жасыл немесе қара шай, қантсыз, қара кофе, сүтсіз, қантсыз, минералды су. Бұл сусындар оразаны бұзбайды және аштық сезімін азайтады. Интервалды ашығуға арналған үлгі диетасы 16-8 жүйесі. Тамақтану уақыты 12 мен 20:00 арасы. Ораза уақыты 20:00 мен 12:00. 12:00. Бірнеше ас, негізгі 2 жұмыртқа, омлет немесе қайнатылған, сұлы ботқасы немесе қарақұмық, көкөніс салаты, су немесе шай ағзаны жұмсақ түрде іске қосады. 15:00-де тіске басар табиғи йогурт немесе
творог, бір жеміс, алма немесе банан, немесе бір уыс жаңғақ. 18:00-де кешкі ас. Тауық еті, балық еті, сиыр еті, буға піскен көкөністер, бір қасық зәйтүн майы. Ақуызға бай жеңіл ас. 19:30-да соңғы жеңіл ас міндетті емес, бірақ айран немесе кефир немесе қайнатылған жұмыртқа. 20:00-ден кейін тек қана су, шай, кофе. Қосымша кеңестер алғашқы аптада 14-10 жүйесінен бастау ұсынылады. Бұл диета кезінде қатты ашықсаңыз су ішіңіз. Ұйқы режимін сақтау керек. Фастфуд пен қантты азайту, сабыр сақтау нәтижесінде 2-3 аптадан кейін ғана байқалады. Интервалды ашығу заманауи, тиімді әрі салыстырмалы түрде жеңіл тамақтанудың жүйесі. Ол ағзаны тазалап қана қоймай, адамның тәртібін, өзін-өзі бақылауын қалыптастырады. Ең бастысы, бұл диетаны қысқа мерзімде тәжірибе емес, саналы өмір салты ретінде қабылдау керек. Дұрыс орындалған интервалды диета денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ мерзімге нәтиже береді. Дегенмен ғалымдардың зерттеуі бойынша қант диабеті сияқты белгілі бір аурулары бар, асқазан ішек жолдары аурулары бар кісілерге бұндай диетаны ұстануға кеңес берілмейді. Қандай да бір диетаны ұстамас бұрын дәрігеріңізбен міндетті түрде кеңесіп алыңыз. Ал бұл видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.